Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыз статистикаға арналады. 11 класста бұл тақырыптарды өтіп кеткенбіз, бірақ дегенмен де кейбіреулердің естерінен, скорее всего, көпшіліктің естерінен шығып кетті, өйткені біраз уақыт өтіп кетті. Есептер салыстырмалы түрде оңай, бірақ жаңа ғана айтып өттім, тек ұмытып қалғандардың арқасында ғана қателер жіберіп жатсыңдар. Мысалы, менің оқушыларым осы статистиканы оңай есебінен кешегі жазған пробныйда біраз адамдар шығара алмаған. Енді соны еске түсірейік. Бұл жерде негізгі еске түсіретін нәрсе ол сабақ және жапырақ. Жапырақ деген диаграмманың бір түрі бар. Одан кейін бокс энд уиски дейді ағылшынша, немесе қазақша мұртты жәшік деп те айтады. Сондай да бір түрі бар. Солар туралы екі есепті шығарайық. Төменде бір оқушы телефонына хабарлар берілген. Берілген ақпарат бойынша төменгі квартилді, медиананы және жоғары квартилді. Енді төменгі квартил дегеніміз ол Q1, Q деп белгіленеді. Медиана дегеніміз ол Q2 балалар. Жоғары квартил дегеніміз ол Q3. Бұл жерде алдымен түзу сызық сызамыз. Мысалы, осындай бір түзу сызық болсын. Бұның максимумы, мына сандарды көреміз, енді минимум қайсысы. Минимум қарап отырсақ, мына жерде 14. Яғни мынауымыз 14-тен басталады. Енді максимумы қарап, по-моему, өсу ретімен уже қойылып тұр ғой деймін да, балалар. Кейбір есептерде қойылып тұрады. Егер мына жерде қойылып тұр, өсу ретімен көрдіңіз бе? Яғни қысқан деп айтады уже. Дайын тұр. Мына қойылып тұр, яғни мына жерде 112. Максимум, минимум. Енді дәл осының медианасы табамыз. Енді біз неше сан? 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 сан бар, оның ортасындағы сан бізде медиана. Яғни 6-шы сан. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Міне бір сан 41 деген ол. Допустим, осы жер 41. Бұл бізде балалар Q2. Медиананы таптық деңіз. Жауабын былай жазуға болады. Медиан немесе Q2 ол тең 41. Медиан деген дәл ортасындағы сан ғой, яғни мына жақта 5 сан қалды, мына жақта 5 сан бар. Яғни медиана бүкіл сан өсін 2-ге бөліп тастады. Енді 14 пен 41-дің 41 өзі есептелмеген кезде осының медианасын төменгі квартил деп айтамыз. Яғни 1, 2, 3, 4, 5 санның ортасы ол бізде 31. Яғни мына жер Q1 немесе Q1 тең 31-ге. А мына жақта Q3 болады сәйкесінше. Q3 ол 5 санның ортасы ол 55. Яғни жауабына Q1 тең 31, Q3 тең 55. Енді бокс энд уиски диаграммасы құратын болса, балалар нөбірді бүйтіп жәшік құра салаңыздар болды. Яғни мынау біздің жәшігіміз болады. Жәшіктің дәл ортасында міне медиана тұр, ол 41. Мына жақтағы 31, сандарды көрсете ұмытпаңыздар. Мынау 55. Мына бокс энд уиски деп атады. Немесе қорап және мұртты дейма, сондай енді қазақша түсінесіздер, сондай аты. Осыған 3 балл көрдіңіздер, ешқандай ойнатын нәрсе жоқ. Енді берілген ақпарат бойынша бір ғана аутлайер. Аутлайер дегеніміз балалар мынадан былай қарай 1,5 Q3 минус Q1-де. Енді мынадан былай қарай. Мысалға енді минимум табайықшы былай айтқанда, аутлайер болу үшін Q1-ден алып тастайды 1,5 Q3 минус Q1-ді. Алып тастақ қанша болады? Q1-іміз қанша жаңа 31 алынған 1,5 минус Q3 пен Q1-дің айырмашылығы есептеп алайық. Q3 минус Q1 55 минус 31 ол тең 25, 24 қой. 24-ті 1,5-ға өйтсек 24-ті 1,5-ға өтсем 36 ма? 36
яғни 31-ден 36-ны алып тастасам -5. -5-тен төмен сан бар ма бізде? -5-тен төмен сан жоқ. Яғни бұл жерде бізде сол жағында аутлайер жоқ. Екіншісі, Q3-тен енді Q1-дің мын жағын есептедік. Дәл сол сияқты Q3-тің мын жағынан 1,5. Q3-ке қосамыз керісінше біз мына жаққа жатырмыз. 1,5 жаңағындай өйтіген 24. Q3-міз 55, қосылған 1,5 36, 55-ке 36 қоссақ 50, 60, 70, 80, 91. Осы 91-ден оң жаққа асып тұрған сандар бар ма? Яғни 91-ден асып жатқан 112 деген сан тұр. Яғни берілген ақпарат бойынша бір ғана аутлайер. Сонымен аутлайер бар, ол 112 деген сан. Яғни аутлайер деген алған сөздеріңіз білесіздер. Сандардың негізгі жинақталған тобынан өте алыс жатқан санды аутлайер дейді. Нөрі біздегі санымыз ол өте алыс жатыр, яғни ол аутлайер. Ары қарай кеттік. Берілген мәліметті мұртты жәшікке көрсетіңдер, біз көрсетіп тастадық, міне мұртты жәшік. Және оның барлық көрсеткіштерін атап өтіңдер. Мынау минимум, мынау максимум, мынау Q3, мынау Q1, Q2, мына жерде 31, 41, 55 деп көріп тұру керек балалар. Енді мен сияқты сіз балаларым енді мұжық емес, кішкене түзелеп жазасыңдар. Мәліметтердің асимметриясын анықтаңдар. Енді мәліметтердің асимметриясын қарасақ, мына жерде сызбада дұрыс тапсыратын болсақтар балалар, 114 пен 112-нің ортасы примерно 112-ден 14 тапсырсам 98, 98-ді 2-ге бөлсем 98-ді 2-ге бөлсем 49 болды. А мынау 41, көрдіңіз, мынаның ортасы 41-де жатыр. Негізгі ортасы шамамен 49-да жату керек. Сондықтан бұл мына сандар көбіне мына жақта жатыр ғой. 41. Енді сызбасын салып көрген кезде сандардың көбісі қай жақта жатыр? Соған байланысты болады. Оң жақты симметрия немесе сол жақты симметрия. Бізде енді өздеріңіз көріп отырсыз, қайтадан салайық не. Допустим, 14, 112. Біз нөр ортасы шамамен ол бізде жаңа айттық 48 болу керек еді. Бірақ бізде мына жақта 41, мына жерде жатыр. 41-іміз мына жер болсын. 41-іміз медианамыз 41. Одан кейін 31, одан 10, 31. Одан 41-ден бері қарай 10 емес, 10-нан көп жатыр. 55-те жатыр. Көрдіңіздер ме? Бұлай жатқан ящик бізде. Яғни ящигіміз былай айтқанда сол жаққа қарай жақынырақ. Сондықтан мәліметтің асимметриясын анықтар дегеніңізде меніңше бұл сол жақты асимметрия деп жауап берулеріңіздер ме сұраққа. Болды балалар, бұл бірінші есеп. Енді екінші есепті дәл осылай талқылайық. Екінші есепті де дәл осылай шығарып талқылап көрейік. Төменде 2 апталығын берілген біз супермаркет сатылма алма шығын бөліккен саны берілген. Мына жерде көрдіңіздер ме? Мынау реттелмей берілген. Берілген мәліметтерді жапырақ сабақ. Бірінші алдымен мынаны реттеп алайық, азынан көбіне. Ең басында міне. Ең аз сан 4, өзі сызып тастап отырайын 4. 4-тен кейін қандай сан барып жай сан. 4-тен кейін бірлік сан жоқ. Одан кейін 4-тен кейін бірден енді 11 алып тастайын. 11-ден кейін 12, 13. 12, 13. Одан кейін 14, 15. Осылай реттеп жазбасаңыздар өздеріңізге жақсы. 14, 15. 16 бар ма? Жоқ. 17, 18, 19 жоқ. 20-дан басталыдан кейін 20. Сіз тастап отырсам қатесі жіберемін. 20-дан кейін 22. 22. 22-ден кейін 27. Міне. Рет-ретмен жазып жатырмыз. Сол кезде өздеріңізге оңай болады. 27-ден кейін 30. Одан кейін 32, 33. 32, 33. 30-ды алдым, 32-ні алдым, 33-ті алдым. Енді 44 и 45. Вот не өсу ретімен жаздық. Енді берілген мәтелі жапырақ және сабақ. Жапырақ және сабақтарды мынайынан қоямыз.
Мысалға мына жерде көріп отырмын, мына жерде көбіне ондық, мынау ғана бірлік. Яғни мынау 0, ондықтан 0, 0 деп, и 4 деп жазамыз. 11, 12-лерді біріншісі 1 деп қоямын, не? 10, 11 бүтір, 12, 13, 14, 15. Көріңіздер ғой. 20-ларды жазамын, 20 деп қоямын, 0, 20, 22, 27 болды. 30-дар жазамын, 30, 32, 33, 40-тарды жазамыз. 44 и 5. И ең маңызды нәрсе, олар мына жерде кілт деп жазып кетулеріңіз. Любой мысалға, допустим, 20-да 0, это 20 деген сөз деп. Осылай мынау міндетті түрде. Өстіп жазсақ, не? 2 болды, алдық. Белгілі мәлімет бойынша арифметикалық ортасын және стандарттық ауытқуын табыңдар. Енді арифметикалық орта өзіңіз білесіздер, мына түгелін қосу керекте неше сан бар енді. X тең. Қосып енді 4 плюс 11 плюс 12 плюс 13 плюс түктіктен түгелін жазбай қойғанда 45 бөлінген неше сан? 1. Мына жерде санауға не? 1. Мына жерде жақшаның ішінде 1. Мына жерде 1, 2, 3, 4, 5 сан. Жақшаның ішінде жазылады. Мына жерде 3 сан. Мына жерде 3 сан. Мына жерде 2 сан бар. Сонда барлығы 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 сан бар. Енді қосатын болсақ, тең. Мен жерде көріп тұрмын, 4. Ондықтарды қосайын енді. Ондықтардан 5-еу бар. 1, 2, 4, 5, 50 ғой. Сосын олардың өзін қосайын. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15-ке 50-ді қоссам, 65 плюс 20-лықтардан бұл жерде 3 бар, яғни 60. И 7 мен 2, 9, яғни 69. 30-лықтардан 3 бар, яғни 90, 95. Көрдіңіздер ме? Есептегенге оңай. 40-дан 2 бар, 89. Бөлінген 14. Енді осы бөлім калькулятормен қосып шығамыз. 65 плюс 4 плюс 69 плюс 89 тең 227 болды. Бөлім 14-ке. 16 2 шықты шамамен. Енді білмеймін, сіздерде қалай өтіне арифметикалық ортасын таптық. Енді стандарттық ауытқу. Стандарттық ауытқу деген дисперсиясын несі ғой, түбірі ғой. Бірінші дисперсиясын есептеп алайық енді dx-ті. Квадраттарын қосып 14-ке бөліп, квадраттарын қосамыз. 4-тің квадраты плюс 11-дің квадраты плюс ең сонда 45-тің квадратын қосып 14-ке бөліп, алып бастаймыз 16,2-ның квадратынан. Осыны есептейміз. И потом аларын түгелін есептеп отыру керек енді. Бұдан кейін стандарт квадратына сигмаға түбір астында d. Осылай есептеуіміз керек. Біз енді білмеймін, балалар, сіздер өздеріңіз есептеп көрді. Мен енді уақытты үнемдеу үшін бірден нені ашайын. Екінші есеп. Бағалын көрейік. Бағана көрдіңіздер ме? Мәліметтердің оң асимметриясы дейді. 112 көрінді, бағана сырттай жатыр. Негізі 79 болу керек. Бізде оң емес, сол асимметриясы болу, сол жақта жатыр ғой. Так, тұратырмыз жаңағы есебіміз. Қайсыны келіп едік біз? Екінші есеп қой. Міне сигмамыз орташасы 23 дейді. Менде 12,11 дейді. Менде 16,2 шықты. Не екен орташамыз? Сигмамыз жаңағы есепте қанша жауап тұр? Мен олайғата кетіп болдым сонша. Екінші есепте орташамыз 23, 12,11 дейді. 23 шыға ма не? В общем, 12,11 деп тұр енді. Бірақ енді өздеріңіз есептеп көріңіз, мен бұл жерде қате жіберіп алдым, разы көрей салайын қайттан. Төрт бар действительно. 4 дұрыс. Енді 1,50-ден 5 ғой енді.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 65 дегеніміз дұрыс. 69 дегеніміз дұрыс. 30-95 дегенім дұрыс. Вроде 44, 45, 89 дегенім вроде дұрыс. Сандар санап көрейік. 14, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 сан дұрыс вроде. Yazып көрейік. Қайттан калькуляторға жіберген 4 плюс 65 плюс 69 плюс 95 плюс 89 дейін 322 бөлу 14. Дұрыс екен балар. Ана кітаптағы дұрыс. Мен мына жерде 23 шығады екен. Олай болса 23-тің квадрат екен. Мен жерде бір арифметикалық қате жіберген болады. Енді ары қарай уақытты экономдау үшін мен жолын көрсеттім. Мыналарын квадраттап қойсыз 14-ке бөліп, одан 23-тің квадратын алып тастайсыңдар. Сол кезде сигма шығады. Мынаны біттік. Берілген ақпарат бойынша төменгі квартил, медиана және жоғары квартил. Енді төменгі квартилден бұрын алдымен ең бірінші Q2-ні табу. Q2 дегеніміз ол медиана. Енді медиана бізде барлық 14 сан. 14 санның ортасы ол 7-ші мен 8-ші сан ғой. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, 7 мен 8 бізде жұп сан болғаннан кейін, осымен 7 мен 8-дің арифметикалық ортасы, яғни 20 плюс 22 бөлінген 2. Сонымен Q2-міз 21 болды. Енді мына екеуін есептемейміз. Мыналардың ортасы Q1 болады, яғни төменгі квартил. Бұл жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6 сан бар, яғни ортасы 12 мен 13 қой. Яғни Q1 ол тең 12 плюс 13-тің ортасы ол 12 жарым шығады. 12 жарым. Енді Q3-ті тапсақ, ол дәл солай мана жақтың ортасы, ол 32 мен 33-тің ортасы, ол 32,5. Міне мына төменгі квартил, мына жоғары квартил, мына медиана. Міне төменгі квартил таптық, медиана таптық, жоғары квартил таптық. Кейін аутлайер бар не жоқ екен анықталды. Бағана айттық, аутлайер болсын, сол жақты шекара Q1-ден алып тастайын 1,5 Q3 минус Q1-ді. Q3 пен Q1-дің айырмашылығы қанша? 12,5, 32,5. Q3 минус Q1-дің айырмашылығы ол 20 болып тұр. Енді 1,5-ді арға есептесек, Q1-міз жаңа бізде 12,5 минус 1,5 көбейтілген 20. 20-ның 1,5 30, 12,5-нан 30 алып тастасам, теріс сан шығады. Бізде ондай теріс санна берілгендердің ішінде жоқ. Яғни сол жақты аутлайер жоқ. Енді оң жақты аутлайерді көрейік. Q3-тен алып тастайын 1,5 көбейтілген 20. Q3-тен алып қосам керші. Бұл жақта Q3 деген бізде 32,5-ға қосам 30-ды. Сонда 62,5. 62,5-нан асатын бізде де сан жоқ. Яғни аутлайер жоқ деп жауап береміз. Outlier, no outlier десірайшы, так. Берілген мәліметтерді мұртты жәшікке көрсетіңдер. Енді мұртты жәшік бағанағындай Q1, Q2, Q3 түгелі белгілі болып тұр. Қазір мына жерге мұртты жәшікті сызып тастайық. Мұртты жәшік дегеніміз мәліметті сызамыз. Аутларына төменгі шекара десайықшы, Q1 қанша шығып жаңа теріс сан шыққан. Енді ладно, біз минимум салайық. Мына жерге минимумыз қанша етпісін? 4 болды ғой, минимумыз 4. Максимумыз бізде қанша? 45 қойын да, мына жақ 45. 4,45, одан кейін медианамыз, Q2-міз қанша шығып өтін, оны өшіп ұстаппын ғой. 21 шыққан. Нөрлі тұра берсін, нөрлі шегінді. Мына жерге жазайын. Так, бізде минимум 4, максимум 45. Медианамыз 21 болған. Енді мынаның ортасы примерно медиана 21 болып тұр. Одан кейін Q1-міз 12,5. 12,5. Одан Q3-міз 32,5. Допустим, 32,5. Осылай тұрған біздің жәшігіміз.
мынау Q1, мынау Q2, мынау Q3. Барлық көрсеткішті атап өттім. Мынау 4 деген минимум мәні, мынау максимумы. Біз бағана аутлайер бізде жоқ дедік. Барлығы, яғни сандарымыз осы мұртты жәшіктің ішінде жатыр. Мәліметтердің асимметриясын анықтаңдар дейді. Енді біз нақты графикке салып сатын болсақ, мына асимметриясы оң жақты ма, сол жақты ма, екіншінікі. Дұрыс график сығаннан қарай салайын. Бағанағы мынауымыз сол жаққа қарай жақын болған мәліметтердің, мынауымыз тоже сол жаққа қарай жақын болып тұр. Яғни сол болу керек қой негізі. Сол асимметриясы еді. Мынада да сызбадан көріп тұрсыздар өздеріңіз. Сол жаққа жатыр, мына жерде оң асимметриясы деп кетіпті. Не осымен болды негізгі сабағымыз.